жаңалықтарға. Бүгін қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қапаров Өскемен қаласына жұмыс сапарымен болды. Ол мұнда бірнеше өндіріс орнында болып, олардағы экологиялық бағдарламалардың іске асу барысымен танысты. Сондай-ақ ведомство басшысы таяуда ашылған экологиялық қауіпсіздік орталығында да болды. Бұл құрылым осындағы өндіріс орындарының бірінің қаржысына салынған болатын. Бүгінде қала бойынша экологиядағы зиянды қалдықтарды анықтап тұратын 9 пункт жұмыс істейді. Мұндағы құрылғылар ауадағы, судағы, топырақтағы улы заттардың көлемін анықтайды. Бұл ақпарат компьютерге келіп түседі. Онымен кез келген адам онлайн жүйесі арқылы танысып отыруға мүмкіндігі бар. Нұрлан Қапаров мұндай орталықтың әзірге республика бойынша біреу ғана екен. Болашақта басқа қалаларда салу қажеттігін жеткізді. Министр сондай-ақ Казцинк акционерлік қоғамында болып, мұндағы экологиялық бағдарламамен танысты. Кәсіпорын бұл жобаға 140 миллиард теңге қарастырған екен. Заманауи технологиялар кәсіпорындағы зиянды қалдықтардың көлемін бірнеше есе азайтуға мүмкіндік беріпті. Ертең бас эколог Ескенттегі Қазақмыстың өндірістік нысандарында және Курчатовтағы ядролық орталықта болады деп күтілуде. Сапар соңында министрлік кәсіпорындармен бірқатар меморандумдарға қол қоймақ. Біз бұл келісімдер арқылы табиғатты қорғауға арналған шаралардың кешенді өткізілуіне қол жеткізбекпіз. Өндіріс орындары технологияларды жаңарту арқылы табиғатқа тарайтын зиянды қалдықтардың көлемін азайтады. Бұл жай сөз болып қалмай нақты іске асады деген сенімдеміз. Біз келісім аясында көрсетілген шарттардың орындалуын қадағалап отырамыз.